Асқабақтан жасалған хош иісті сабын дегенді бұрын естіп көріп едіңіз. Бұл креативті дүниені қызылордалық оқушы ойлап тауып жүзеге асырып үлгерді. Айша Тұрмахан Әли Мүслімов атындағы номері 101-ші мектеп-лицейінде 5-ші сынып оқиды. Жас өрен 2 ай бұрын ғылыми жобаға дайындалу барысында асқабақ дәнінің құрамын зерттеп бірнеше түрлі экосабынды жасап шығарған. Сол ізденімпаздығының арқасында 2-7 сынып оқушылар арасында өткен зерде республикалық сайысында жоғары бағаланып, бірінші орынды иеленді. Айшаның ендігі мақсаты сабынмен қатар адам терісіне пайдалы кремдер мен скрабтарды шығаруды жоспарлап отыр. Айша, нешінші сынып оқисың? 5-ші сынып оқисың. Мына сабындарды қашаннан бастап шығарып жатсың? Бұл сабындарды мен 1-2 ай болып. Түсіндіріп өтсем, бұл қандай сабындар? Мынау сабын бұл желатин сабын, ал мына сабын бұл нағыз экосабын, мына сабын экосабын. Бұның қандай ерекшеліктері бар? Бұл сабынға желатин қосылған, глицерин және асқабақ шырыны қосылған. Ал бұл сабынға түрлі экомайлар, асқабақ шырыны, сол заттар қосылған. Ал мына сабынға болса, мысалы, жүзім майы, С витамині, асқабақ шырыны және де сабын негіз қосылған. Бұл экосабының адам терісіне қандай да бір пайдасы бар ма? Бұл сабындар адамның терісін жұмсартады және де ешқандай аллергия тудырмайды. Бұл сабындар қолды ылғалдандырады және де нәрлендіреді. Енді бұл сабындарды шығару жалпы идеясы қалай туындады? Қалай ойына келді дәл асқабақтан сабын шығару? Біз, менің жетекшім, жаратылыстану пәнінде біз көкөністер туралы бір сабақ өткен болатынбыз. Сол кезде асқабақ туралы бір әңгіме қозғалып, содан менің асқабаққа деген қызығушылығым оянды. Содан бастап сабын шығаруды қолға алдың, иә? Біз бұл сабындармен ғана шектеліп емес, басқа да бетке арналған скрабтар, кремдер шығаруды ойластырып жатырмыз. Ерекше әрі табиғи өнімді шығаруға мұрындық болған Айша Тұрмаханның жетекшісі Мөлдір Қалдыбек биология пәнінен сабақ береді. Бізбен сұхбат барысында асқабақтың құрамында адам терісіне пайдалы дәрумендер өте көп екенін айтты. Осы арқылы тері жасарып, ағарады екен. Алдағы уақытта асқабақтан жасалған табиғи өнімдерден көрме жасауды қолға алмақшы. Біз асқабақтан зерттеу жұмысы барысында сабын түрін жасауды шығардық, экосабын түрін жасауды. Бұл экосабынның құрамында табиғи экомайлар қосылған. Ешқандай құрамында адам ағзасына химиялық заты жоқ. Адам терісіне өте пайдалы, теріні нәрлендіреді, ылғалдандырады, химикаты жоқ.